попутный ветер шепчет Все, достар, біз енді шықтық жолға. Қолымызда жастық аламын. Тамақты заттар керекті. Бірінші заправкамыз. Кофе алып алдық. Gündüzde, günde de seni özledim. Все, достар, біз үйде болдық. Аяғым созып жатыр. Обедте болмады ғой. 5,5 сағаттық жолға. Aynası sonda bilmedim. Bir de varsın, bir de yok. Sen verenesin. Önümde damızay. Akışı, sürüşü. Жақындап баспайшы. Мой бет. Күштесің ме? Қазір Шанаққа келдік заправкасына. Білгенше бізде бензин аз болып қалған. Жол бойы алдымыздан шығар деп айтқанбыз. И оказывается, прям ұзақ жол бойы заправка жоқ екен. Тугис ашпайды, көремей қалдық та. Жолдан бұрылып, сол арық бетінен заправкаға тоқтадық. Ал мына бетінен мүлдем жоқ. Сәл до конца жүргенімізде мүмкін бензин бітіп қалушы еді. Пьем чай. Достар, біз самса жеп тамақтанып алдық. И қайттан машинамыз. Қайттан жолға шығып бара жатырмыз. Көйлек алуға баратын боламыз. Уже оплатасын жасап броньдап қойғанбыз. Қазір біз сол көйлегімді көріп, алып, справка Секундов заказ болған. Қазір соны примерить етіп алып кетуге келдім. Достар, наконец-то я нашла платье. Шаршап кеткенім бар еді. Байқағанымыз Шымкентте өте көп екен осындай той киімдері, әдемі көйлектер, нарядный киімдер өте көп. Соны қиналмайды екенсің. Баста да ондай аз ғой. Бізге аяқ киім табу керек. Бағана біреуін киіп көрдік, но размері жоқ екен. Қазір енді астына түсеміз. Екінші этажға кеттік. Сама жерге келдік. Бізде екі таңдар келдіктер. Алдын жылы тоже осы жерге келдік. Жақсы де сәжіне жүрген. Контурица қоқып кеткен. Родной. Көйлек алдым. Кухня алдым. Енді все. Дайын туа енді сол қазалыға барамыз. Тамақ жеп алып. Достар, біз таксиге келдік. Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасың. Бізде айнасын туған. Бара жатқан зымыран байқалмайды бақыт. Бұл не деген қуаныш. Туысқандар жинап наконец-то деп па. Мына жақта бір жер, мына жақта аяру, мына жақта өз бернарсы бар. Күшті. Бізде қазір вечерний укол болады. Қазір уже ұйықтайын деп жатырмыз. Түн болды, бірақ тісімді жуып, бетімді жуып ұйықтайтын боламыз. Бүгін ауылдағы бірінші күн. Жалпы жол қалай өтті? Енді ұмым башқымен бетіміз жуам. Біз негізі ауылға, жалпы Шымкентке
той үшін келген болатынбыз. То есть туысқан ағамыздың, точнее менің папамның інісінің үйлену тойы болады деп жатыр. Құдай қаласа 8-сі күні, 7-сі күні ұзату болады екен. Біз ойлағанбыз, что ұзатуға біз бармаймыз деп ше. Но оказывается, ұзатуға баратын болдық. Ұзатуға, короче, срочно киім керек. Біз барамыз деп ойламадық. И киім алмағанбыз сондай. Тек андай повседневка киімдер алғанбыз ғой, футболка, джинсы деген сияқты. Енді той жағы қалай болады? Тойға, короче, мен алдыңғы влогтарды көрсеңіздер болады. Шоппинг жасадым, көйлек іздедім. Бірте шақырға тұрсын. Ойбай, не деген ұлттағанын түсіріп атсың ба? Түсіріп атым. Қыз жайын қиыққа сезіп алысың. Мен сондай тойларға особо нарядаться етпеймін. Бұл жолы енді көйлек іздедім. Қазір тойға бәрі күшті нарядаться етіп барады. Вот білмеймін, енді тойға редко барамын. Көйлек алдық. И то мен оны бір апта бойы бүкіл магазинді аралап күнде құртып, Астанада вообще көйлек таппай, соңында тек Шымкенттен ғана таптық. Мен көрген көйлектердің көбісінде размері келмей, қанымды ішкен болатын. Ой, закрой! İttirmeyi tamam veririz. Қыздар, бізде екінші партия уж бауырсақтар. Арқып тұрғыз. Так, мен қазір жүрді камераға қайда қойсам болады. Қазақстан нағашыларымыз үйіне келдік. Достар, біз ауылымыздағы банядан шықтық. Қазір мен напиталар болып тұрды. Şöyle kеттім. Етіміз ағарып қалған. Наңғарсай. Рапунцель. Не істеп атқансың ғой. Бетім ашып кетті просто. Мен үйтіп оқып жасап. Видео сашып кетті. Монтаждаш. Менің косметикам анпакинг жасаймыз. Кеттік. Бірінші ол бізде мындай пудра алып алсам тойға. Мынау таусылайын деп тұрған консилер не үшін алғанын білмеймін. Мынау таусылып қалған почти. Неменесіне алып алған туштарым мынау. Тоже керек кисточка. Ой, достар, мен деген Шымкентте жүріп уже күнде бұяқта күнде движняк қой. Тынбай жатыр. Мен, короче, Шымкентке келдім. Бүгін бізде қыз ұзату тойы болады. Біз қазір негізі ауылдамыз. Ауылда бүкіл заттарымыз. И дәл қазір мен қазір Шымкенттемін. Тойдың бәрі Шымкентте өтеді. Бүгін бізде құдалықпен кешке қарай қыз ұзату тойы болады. Біз қыз ұзатуға барамыз. Сестрамның ақ юбкасын алдым. Сосын үстіме қазір кофта алуым керек. Көк түсті кофта. Соны сестраларым барып алып кетуге кетті. Бір торговый центрда. Соны киетін боламын. Алиса, поставь мою волну. Включаю поток «Моя волна». Қалай болды? Достар, менің полный образым дайын. Бетіме макияж жасап алдым. Украшением барлығын тақтым. Бүгін түсіреміз ба переход? Иә, бүгін де түсіріп, сосын жартысын ертең тойға қалдырамыз.
Biz o'tirdik. Kuchli dasturxon әдемі. Бара берем, короче, ақырбез осылар балы. өзінің өмірлік серігін үлкен өмір жолын бастағалы отыр екен айналайын жастар үміт ағамыз сізді әкеңіз достары ретінде керемет қарсы алады. Жолдастар да Alpansıday Batırgın, Abayday Akılın, Sekendey Sendim, Emreli Endim. Amin buralar Allah razı olsun. Все, достар, biz домой. Кері дал кетті. Енді біз өзіміздің короче, автобус сияқты жағдамыз. Соған отырғанымыз. Тут у нас ақкербез. Ай, ардағымсың, ай. Айару интроверт Айназ қалып кетті ғой. Aynası nötrü zaten koluna ustam жүр. Кім? Nötrü tabii Aynaz. Sen nötrü misin ben? Қыздар, короче, влогта мынандай біз мына орыстың үйіне алған болатынбыз. Ben kameradan gördük o sizde. қалай кетсің ғой? Тарып бізде достар, біз қазір бір орыстың үйіне келдік. Пока Димаға тұрамыз и бас жуамыз. Осындай одноразовый шампуньдар алып алдым, чтобы басымызды жуып алу үшін. Мұнда дым жоқ, в общем. Сәл орыстарский екен. Орыстарский вайп болып жатыр. Бәрі сондай. Сәл қорқыватқанымыз бар. Тушқа түсеміз, терезе бар. Stol jayıldı. 13'te 20 Evet şimdi burada görüyorsun ben Sadra değil. O hakta duruyor Sadra değil. Алматыда тұрады. Şinket'ten çıkan o. Şinket'ten ауылда тұратын абай бар Авдовиче неде істейтін? Сол туылыс кетеді ғой. Ауылда ше Амангелді істейтін. Қойдық қой. Сол ішіне су құйып шомыламыз ертең. Ертең қайтасыңдар ма? Иә, білмеймін. 2 күннен. Nasıl istersin abi? Антарстар. Маша істетіп. Телефон түсіп кетпесін. Айназ. Ойбуына ұйықтап жатыр ғой. Күтілмей пик-пик балышқа. Айназ ұйқыға кетті. Сол. Суға түседі ма? Жүрсем. Иә, бірден бәрін жүріп тастайсың ғой. Уно. Болды, атты, на екеуі қалды бізде. Сен ғой, мен ғой, сен ғой, мен сен. Уно. Екеуі аласың. Анау екі не бар ғой. Мен жоқ. Оны бір. Бәрібір екеуі аласың ғой. Жаңа көрдің ғой қандай цвет екен. Сондай цвет берме.
Tamam yüzümü. Korkuk. Arkada yüzümü. Çocuk var mı? Niye korku? Былай отыр. Цвет таңдаңдар. Цвет сен таңдайсың. Мен таңдаймын. Мен таңдаймын. Сары. Камера жақын. Мен қызыл ташлау керек. Арбаймаңдар. Сендер шығасыңдар қазір. Ойнамаймыз бұл. Мен тас. Жаппашы, беріп отыршы. Мен жатып атқан. Мен жатып атқан. Арбақсың ғой, Кім? Туысқанда. Сен оны уже бермеді. Ай, сен емес, тығып отыршы. Менікі емес қой. Жасыл. Сенгі қой. Менікі емес. Ай, сен алдың ғой. Менікі емес қой. Көрді сен. Бас семей. Мә, сосын мә. Болмайды олай. Сен не басып? Қарасай. Наны жібердің ба? Болсын жібер. Бұны біреуін ғана жібересің, аны жібере Жоқ, мұны қара. Мұны мен жіберген жоқ. Наны мен жібердім, қара, наны мен жібердім. Сен наны сосын жібердің. Наны жібермейсің ғой енді. Міне. Наны тұтылып кетіп сетті. Арам. Жаңа істедік. Ары отыршы, былай отырыңдар. Бері отыршы бері. Ол тез, Ернар, тез. Қайтамы. Тамам бола. Енді отыр. Бос, аз қайтарсың. Сами, глани. Ай, бай. Ағарке. Сарты. Тырыңдар. Скеп. Сары. Скеп. Olmaydı onday. Екеу алып кете қойдың. Бұңдар. Білмем. О, 15. Ой. Мен ба? Мен. Мен, я. Мен. 9 бұл тез 9 еді сары. Ернар. Болмайды ол. Uno. Cidden mi? Sidem?
надо чуть просто. Ортасында билеп тұрсаң. Ортасында билеп тұрсаң. Соңы осымен бәрін жақсы көремін. Бүртенің подписчиктері тіркеліңдер. Бүртенің несіне. Бәрін жақсы көреміз. Астана сияқты. You will never know. I will never show what I feel, what I need from you. А осы кішкене көбіне непонятно болды. Болды. Біз қазір дәл қазір Шымкент қаласындамыз. Бүгін бір күн қуанып, ертесі Құдай қаласа таңертең Астанаға жол ашатын боламыз. Енді оған дейінгі той моменттері, сұрақтар кішкене непонятно болуы мүмкін. Бірінші қыз ұзату бардық. Ол қыз ұзатудан кейін мен өте қатты ауырған болатын. Яғни таңертең тұрған сала мен ішім ауырып, жүрегім айнып, таң азанмен ауырдым. Отравление болғанмын, білмеймін енді тойдан. Менде бірінші емес отравление өзім тойға кетіп барамын. И осы Шымкентте бір той болған кезде тоже тура сол история повторяется болды. Естественно, ауырған күні мен максимально дәрілер ішіп, тезірек емдеуге тырысып, сол ауылдағы мамамның сестраларын шақыртып, медикті сосын гүлде система салдық. Мына қолыма дұрыс көрмей қалып көгеріп кетті. Тамыр жарып кетті. Сосын мына қолыма система, екі система салды, укол салды. Негізі жақсы болып қалды. Бірақ мен, короче, салдырдық и сразу машинаға мініп кеттік. Құдалық түсте болады ғой, сағат 12-лерде. Сол үшін біз шығып кеттік. Бүкіл үйде күн бар. Бүкілі шығып кеттік, точнее. Сонымен мен укол салдырып қалай болдық, сразу машинамен кеттік Шымкентке. Шымкентке жолда мен тағы құстым, прям толықтай құса бердім. Мен Шымкентке жетіп, тойханада үлкендер құдақта болды, тағы бір тойлар болды, кішкене бір болды. Оған дейін біз квартирада болдық. Квартира деп қойды, но на самом деле дача сияқты кішкентай домик. Осы нәрселерінде бір домик. Сосын сол үйге бара салдық. Ол жерде біз кішкентайлар болып, ұйықтап алдық, ол жақта демалдық, киімдерімізді дайындап, басымызды жуып алдық. Сонымен сол жақта тұрдық. Еще мен ол жақта да ауырдым, ұйықтап, ол жақта құсып, ол жақта вообще тоқтамай құсым. Сосын тажып алып отырып басым жуылған. Кейін еще камерасы бар. В общем, ол видеоде қызық болды. Бірақ орыстың үйі болғасын кішкене не то болды. Ол жаққа кейін үлкен кісілер, апалар, көп келіп кетті. Бір күн бойы тамақ ішкен жоқпын. Аш әлсіреп мен тұрып тұрғанмын даже. Тез бояндым, өтірік бетімді бояй салдым. И тез киініп, уже үшінші ауырап тірілей бастадым. Жолда әрең бардым. Кейін тойханада уылдықтарына жүріп бәрі шағып, массаж жасап күшіп шығып жатырмын. Сонымен ол жақта тойханада, короче, мен жартылай отырдым. Просто отырдым. Мен 5 минут отырдым. Мен даже қатты ауырып кеттім бір кезде. И шыдай алмай татулы беттім. Просто тойда безбе шумно, мен уже даже сыртта отыратын жерде жоқ, орында ғана диван істемеген, сол үшін тек іште ана отыра аласың. Кейін отыра алмай мен үйге қайтқым келді. Жатқым келді бір жерден. Кейін машинаға жатқызды, мен машинада жалғыз жаттым. Арақта жылап, қатты ауырып кеттім. Тағы дәрі ішсем де қоймай кеткен. Сонымен мен машинада түнге дейін болдым. Кейін біз той бітпей жатып қайтып кеттік. И сол жақтағы қазір болып тұрған сестрам үйіне қайтып келдік. Сол жақта ұйықтаған болатынбыз. Кейін ертесін қайтадан ауылға кеттік. Ол кезде еще біз үстімізде көйлектермен, әдемі көйлектермен кетіп қала саламыз. Ал кәдімгі киімі бүкіл заттарымыз қашқап кеткен ғой. И біз қайтадан ауылға кәдімгі вечерний көйлекпен шыққан джинсы жүрдік жүрдік. Солай. Пляж Каверни, 400 метров. Достар, біз қазір Балқашқа келдік.